Енді ойласам, өлмегім хақ. Жә, сол бақтарымның ең жарамдысын ұстап қана өлгеннен басқа не бар деп ойладым. Байқасам, жас бала күнімдегі бағымнан артығы жоқ екен. Себебі онда қайғыда жоқ, ар-иманнан тайғызатын ісі де жоқ. Бірақ оған қол жете алатын емес. Бозбалалыққа да қол жетпейді. Егер бір құдірет жеткізсе, ода шын бақ емес. Себебі онда қайғыда көп, қатерде көп, ар-иманнан безу де көп. Адамшылық деген алдамшы ат қойылған, антұрған айтпай-ақ қойылсын. Атына заты тіпті келмейді. Мал, байлық деген керекте болса, боқтың арасынан былғанбай алу, ар-иман келтірмей сақтау мүмкін емес. Жә, еріксіз жаңадан бір бақ іздеу керек болды. Не қыларымды білмей, қорсандалып көзімді жұмып жүрдім де кеттім. Не заманда маңдайым бір нәрсеге сақ ете түсті. Қарасам, бір үлкен айна. Бетін қара пердемен жауып қойыпты. Басындағы тақтайға шын бақ айнасы деп жазыпты. Құдай тағала шын тілесе береді екен ғой деп қуанғаннан пердесін қайырып тастап қарасам, белі бүкірейген, көзі қызарған, аузы опырайған, бет терісі қатпар-қатпар, қасы түксиген, сақалы қудай бір шал тұр. Алдартын ойламай сізгім деп едім, әлгі шал әрі мені мазақ қылғандай аузын жыбырлатып сөйлегендей болды. Анықтап қарасам, өзімнің айнадағы көлеңкем. Алдамшы бақтар, өкінішпен өткен өмірім деппін де, ет бетімнен құлаппын. Бір заманда көзімді ашсам, ақ киімді түсі сұп-сұр бір адам басымды сүйеп отыр екен. Менің есім кіргенін біліп, ақсақал айнаға тағы бір қара. Бірақ өз көлеңкеңе де, одан арғыларға да алаң болмай, ең арғы балаларын әлпештеп отырған ерлі қатынды кісімен екі балаға қара деді. Айнаға қарасам, өз көлеңкемнен ары байлар, адамшылықтар, бос балалар, асық ойнаған балалар, бірінен бірі әрі, ең әріде азар көрінген ерлі қатынды адам екі баласын әлпештеп, сүйіп, балалары да мойындарынан құшақтап, ата-анасын аймалап тұр. Сонда әлгі ақ киімді сұр кісі айтты. Ақсақал, шын бақ сол айнаның ең түбіндегі ата-анадағы шын махаббат пен балалардағы шын таза жүрек еді. Сол махаббат әм таза жүрек сізге де біткен еді. Соны қалдырмай, бұзбай ала жүріп, баршадан баласын өз балаң, өз бауырыңдай көріп, махаббат қадалат қылсаң, шын бақыт сол еді. Оны іздеп жүріп көрген бейнет, тартқан қайғы, аңшының қанша бейнетпен іздеген аңын алғанда қуанышқа айналғанымыз қылды. Саудагердің пайда іздегендегі бейнеті көп, пайда тапқанда қызыққа айналғаны сықылды болушы еді. Сіз ол махаббат пен ақ жүректі жолдағы жалған атақтарға айырбастап кеткенсіз. Келер басқа түрлі өміріңізде осыны қатты ескерерсіз. Өкініштен пайда жоқ. Енді иманыңызды айтыңыз дегенде талып қалыппын. Шәкәрім атамыздың осы бір жазбасы жүрегімнен ойып тұрып орын алғандықтан сіздерге де ұсынғанды дұрыс көрдім. Ауырлау болуы мүмкін. 2-3 рет қайталап оқыңыздар. Аларыңыз көп болады деп ойлаймын.